Фатима Ғабитова 17 жасында жас ағартушы Біләл Сүлеевке қосылады. Ол жарына тірек болып, Жаркент қаласында түркі қыздар мектебін ашады. Біләлден 3 бала сүйеді. 1930 жылы Біләл Сүлеевті ұлтшыл деп айыптап тұтқындап әкетеді. Фатима Ғабитова халық жауының әйелі атанады. 3 баламен Фатима ауыр кезеңге тап болады. Тағдыр осы кезде оны Ілияс Жансүгіровке жолықтырады. Ол Фатимаға ес-түссіз ғашық болатын, ақынның 1919 жылдан бастап жазған махаббат лирикасының барлығы дерлік Фатимаға арналғанда. Ілияс жарын пәтішім, пәтимәм деп еркелеткен. Фатима Ғабитова 1933 жылы Үміт, 1935 жылы Ильфа есімді қыздарды дүниеге келеді. Ильфа Ілияс және Фатима деген сөздердің алғашқы буындарынан құралған есім болатын. 1937 жылы Ілиясты саяси астарымен қамауға алады. Осы жылы Фатиманың 6-шы баласы Болат өмірге келеді. Артынан бәле болып жабыспасын деп Фатима Ілиястың балаларын өз атына жазады. Ілияс емшектегі баласын бір-ақ рет тергеушінің алдында көреді. Құндақтағы баласын көрген Ілияс, бололымыз етікші болсын, етікті үйрет бололды депті. Тергеушінің өзіңде жазушы болар дегеніне, жазушы болып жазықсыз жаза тартқанша етікші болып еркін өмір сүрсін депті. Фатиманың Ілиясты іздеумен бармаған жері, баспаған тауы қалмайды. Оған бірде Охотск, Магадан деп жауап береді. Ол Охотскқа, басқа да солтүстік қалаларға хат жазып, өтініштер білдірген. Алматыда көп қиналдым. Бірде болымсыз қызметке орналасып, бірде қызметсіз жүрдім. Жәнібегімді Алматыға қайтқан 5 бала, тамақ керек, киім керек. Жан ашып жәрдемдесер жан жоқ. Жалғыз өзім соғыс басталды. Жәнібек 9 класс бітіріп, жасы әскер жасына жетпесе де, ерікті түрде соғысқа кетті. Қала халқы жабық дүкендерден тамақ алатын болды. Бізге жан басына 220 грамм қара наннан басқа ештеңе жоқ. Дене шынықтыру техникумында болымсыз сабақ берем. Техникум күніне 1 рет мұғалімдерге омаш көже береді. Мен сол көжені ішпей үйге келіп балаларға ішкізем. Біздің осылай қатты қиналып жүргенімізді сыртымыздан білген Мұхтар бір күні маған келіп, өзінің мені ертеден қатты сүйетінін, менің жанымда бірер сағат болуды өзіне бақыт санайтынын айтты. Анасы туралы Мұрат Әуезов былай дейді: анамның тағдырын түсіну үшін кең жүректілік, асқан саналылық пен сауаттылық керек. Мұны кез келген пендемін дегендер жасай алмайды. Кезінде Фатима Ғабитованы 3 алыптың сүйгені қалай деген сықылды жеңіл сөздерді айтылған. Мәселе анамның сұлулығында емес, анам шынында да сол сұлулығын адамгершілік қасиеттермен тең ұстап, кір шалдырмастан байланыстыра білген. Осындай парасаттылығын сол 3 алып танып қадірлеген. Қиын қыстау кезеңде алыптардың еңбектерін аман алып, ұрпаққа жеткізуге Фатима Ғабитова аз үлес қосқан жоқ. Осындай оқиғалардың бірін Ілияс Жансүгіровтің қызы Ильфа былай деп жазады: Фатима Ғабитованың 1957 жылғы Қазақстан жазушылар одағындағы партия жиналысында айтқан сөзі есімнен кетпейді. Ол сөзі 3 адамды, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және Бейімбет Майлинді ақтауға арналған еді. Сәнді киінген, маңғаз, асқақ келбетімен шыға келгенде бәрі тына қалды. Оттай жанған қара көзінің әсерінен у-шу болған зал лезде басылды. Оның сөзі өзіне дейін сөйлегендердің сөзінен ерекше болды. Хрущев пен Қазақстандық үкіметке ат үсті алғысын айтқан соң, қолын залға созып, бірінші қатарда отырғандарды нұсқап, бірінен соң бірінің айыбын айта бастады. Сен Ілиястың үстінен арыз жазғансың, сен оның еңбектерін иемденіп алғансың, ал сен Ілиястың отбасын қуып шығарып, пәтеріне кіргенсің. Бұл бір құлақ естіп, көз көрмеген ғаламат нәрсе болды. Мен оның сөзінің жарым жартысында ұқпай, қатты масаттанып отырдым. Ол қолын ұсқап көрсеткендердің ішінде Мұхамеджан Қаратаев,